Барлықтарыңызға сәлем достар. Сендер доп ойнаған азар арнасын тамашалап отырсыздар. Футболшылар туралы 5 фактілер видео сериясын жалғастырамыз. Бұл видеода біз Реал Мадридтің су жаңа ойыншысы 19 жасар Брахим Диас туралы әңгімелейтін боламыз. Бастамас бұрын естеріңізге лайк басуды және каналға тіркелуді саламын. Сіздер үшін ол қиын емес, ал мен үшін қуаныш. Брахимнің толық аты Брахим Абделкадер Диас, және ол кездейсоқ емес, ол Испаниядағы Малага қаласында туған. Оның анасы да Малага қаласының тумасы, бірақ әкесі Мелила қаласынан. Бұл испандық қала Африканың солтүстігінде Мароккомен шекарада орналасқан. Сол себептен ол Марокко ұлттық футбол құрамасы сапында да өнер көрсете алатын еді. Ресейдегі әлем чемпионаты басталмас бұрын оған Марокко федерациясы хабарласқан болатын. Алайда Брахим Ля Роханы таңдайтынын жариялады. Мысалы, Боруссия Дортмундқа жалға берілген. Реал Мадридтің қорғаушысы Ашраф Хакими Испания астанасына дүниеге келгенімен ол Марокко құрамасын таңдады. Брахим Испания құрамасына әлі шақырту алмады. Бірақ ол Испания 17, 19 және 21 жастар құрамасының қатарында өнер көрсетуде. Ол футболдағы алғашқы қадамдарын Малага футбол командасының академиясынан бастаған. Сонау 2011 жылы ол сол кездегі Барселона бапкері Гвардиоланың өзі жас Диасқа Камп Ноуды көрсеткен. Каталондықтар оны өз қатарына қосуға дайын болатын. Барса Брахимнің әкесімен де келіскен еді. Бірақ Малага оны сатудан бас тартты. Өйткені олар оның 16 жасқа жетісімен Ла Лигада өнер көрсетеді деп сендірді. Бұл айтқандары еш орындалмады, өйткені Сити оны 14 жасында 383 мың евроға сатып алды. Диас екі аяқты да жақсы қолдана алады. 2017 жылы ол достастық кездесуде Реал Мадрид қақпасына сол аяқпен керемет гол соққан болатын. Бұрынғы оның командаласы Эдвард Фрэнсис Брахим туралы былай деген: Премьер лигада оны Эден Азармен салыстыруға болады, ал оның дриблингі Мессиге ұқсайды. Реалмен келісім шартқа отырмастан бұрын Брахим өте қызық жағдайға түсті. Өйткені оның агенті Пеп Гвардиоланың туған бауыры болып табылады. Соған байланысты Гвардиола бауырлары оны Ситиде қалуға көндіру үшін қолдан келгенін жасады. Диастың болашағы туралы Пеп Гвардиола былай деді: Жағдай өте қарапайым. Біз оның қалғанын қалаймыз және келісім шартты 4 немесе 5 жылға жаңартуын тілейміз. Алайда оның болашағы өз қолында деген болатын. 2012 жылы Иско Малагада ойнап жүрген кездері Брахим стадионда бол-бой болған. 2016 жылы ол өзінің Инстаграм парақшасына қызық фото жүктеген болады. Фотода өзінің бол-бой кезіндегі Санти Касорла мен Искоға тамсана қарап тұрған сәті көрсетілген. Фотоның астына ол "Мен әрдайым кәсіпқор футболшы болуды армандайтынмын" деп жазып қойған екен. Қазір Брахим Исконың командаласы. Реал Мадрид оны Манчестер Ситиден 17 миллион 300 мың евроға сатып алды. Бірақ корольдік клуб қосымша тағы 7 миллион евро қосып беру мүмкін. Бұл Брахимнің көрсеткен ойынына байланысты болады. Келісім шарт бойынша егер Реал Мадрид Брахимді басқа клубқа сататын болса, Манчестерлік клуб сатылған бағаның 15%-ін алады. Ал егер Мадрид оны Манчестер Ситидің ең басты қарсыласы Манчестер Юнайтедке сататын болса, онда суманың 40%-ын алады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет, сау болыңыздар.